Бірінші көрініс психиатриялық ауруханада өтеді. Онда Суми есімді жасөспірім қыз психологқа емделеді. Дәрігер оның отбасылық суреттерін көрсету арқылы онымен сөйлесуге тырысады, бірақ жарақат алған қыз үнсіз қалады. Содан кейін дәрігер оның ауруханаға жатқызылған тәжірибесі туралы сұрайды, бірақ ол ештеңе жауап бермейді. Содан кейін сахна бірнеше күннен кейін Суми әкесі Му Хенмен және сіңлісі Су Алимен бірге отбасының оңаша кезіне оралған кезде ауыстырылады. Келгеннен кейін екі апада кіруге батылы бармайды, өйткені олар өгей шешесі Юн Шуды жек көреді. Нәтижесінде олар көл жағасындағы періштерге қарай бет алып, таза ауадан ләззат алады. Біраз уақыттан кейін олар үйге шақырылады. Онда оларды Юн Шудың көрегендігі қарсы алады. Ол сүйкімді болып көрінгенімен екі апада жауап бермейді және өз бөлмесіне баспалдақпен көтеріледі. Суми өз бөлмесіне кіріп, заттарын орап, жайып сала бастайды. Тек оның үстелінде дәл сол күнделік бар екенін біледі. Ол шкафта басқа үлгідегі киім киюге рұқсат етілмеген сияқты көрінетін бірдей үлгідегі киімдерді тапқанына одан да таң қалады. Кейінірек отбасы кешкі асқа жиналады, бірақ атмосфера тыныш. Юн Шу ақыры ағасын және оның әйелін келесі күні кешкі асқа шақырғанын жариялап, үнсіздікті бұзады. Алайда бұл ешкімді қызықтырмайтын сияқты, тіпті әкесі де асығыс кетуге асығады. Содан кейін Суми өгей шешесінің ағасымен кешкі асқа өзінің наразылығын білдіреді. Осы сөздермен ол асхана үстелінің кетеді. Содан кейін әпкесі тұрады. Олар өз бөлмесіне бара жатқанда, сіңлісін қорғайтын Суми өгей шешесі оны мазалайтын болса, оған сенуін сұрайды. Осыдан кейін барлығы төсектеріне бөлінеді. Му Хен төсекті Юн Шумен бөлісуге ыңғайсыз болып көрінеді, сондықтан оның орнына қонақ бөлмесіндегі диванда ұйықтайды. Бұл екеуінің арасындағы шиеленісті қарым-қатынасты көрсетеді. Дәл түн ортасында Су Али өз бөлмесінің есігіне шыққан біртүрлі шудан оянады. Көп ұзамай сықырлаған есік ашылып, әйелдің қолы баяу ішке қарай созылып жатқанын көруге болады. Қорқынышқа бой алдырған Су Али көрпенің астына тез тығылады, бірақ көрпеде біртіндеп сырғып кетеді. Бір сәттен кейін есік кенеттен тарс жауып, қызды ашуландырады. Нәтижесінде ол Сумидің бөлмесіне жүгіріп барып, оған сенеді. Оқиға туралы естіген Суми тексеру үшін төменге түседі, бірақ тек теледидардағы кедергілерді көреді. Ол сондай-ақ әкесін диванда ұйықтап жатқанын тауып, көрпесін түзетуге 1 минут уақыт бөледі. Дәл осы сәтте өгей шешесі көлеңкеден шығып, оны мазаламауын сұрайды. Алайда Суми дауды бастайды және кенеттен кетіп қалады. Содан кейін ол әпкесін тыныштандырып құшақтап жұбатады. Екеуі ұйықтап кетеді. Таңертең Суми қайтыс болған анасының қатысуымен қорқынышты көріністі көреді. Оянған кезде ол қорқынышты көрініске тап болады. Жерді айналып өтетін ұзын шашты әйел. Елес фигура Сумидің мұқият көзқарасын байқап, оған қарайды. Суми қорқыныштан қатып қалды, өйткені әйел оған жақындай бастады. Елес фигура қалықтап, аяғынан қан ағып, көйлектің астынан кенеттен қол пайда болады. Дәл осы сәтте Суми есін жиып, мұның бәрі тек түс екенін түсінеді. Көп ұзамай ол төсек орындарында, сондай-ақ әпкесінің шорттарында қан дақтарын байқайды. Осыдан кейін екі апалы сіңлі биологиялық анасының сүйікті әуенін шырқап, балконға шығады. Осының бәрінің ортасында оларға әкесі келеді. Ол оларға сыртта қалмауды айтады, өйткені дала су. Суми Су Алидің гардеробынан құтылу тақырыбын көтереді, бірақ оның әкесі бұл туралы айтпауға келіскендерін еске салады. Әкесі мен қызы арасындағы қарым-қатынас суық болып көрінеді, жиі келіспеушіліктермен ерекшеленеді. Сол күні Суми бірнеше отбасылық фотосуреттерді табады. Бұл Юн Шудың бұрын айықпас науқас анасын қайтыс болғанға дейін күткен үйдегі медбике болғанын көрсетеді. Дәл осы сәтте Су Али бөлмеге кіреді, ал екі апалы сіңлілі анасының заттарын бірге қазып алады. Осының бәрінің ішінде Суми Су Алидің қолындағы көгерулерді анықтайды. Ол ашуланып, өгей шешесі мұны жасады ма деп сұрайды, бірақ жас қыз жауап беруден жауаптарды табуға бел буған Суми Юн Шудан жарақат алу туралы сұрайды, бірақ өгей шешесі оның әрекеті үшін кешірім сұраудан үзілді-кесілді бас тартады. Сол күні кешке Юн Шудың ағасы Сонгю әйелі Ми Химен бірге кешкі асқа келеді. Тамақтану кезінде Юн Шу бірнеше әзіл-қалжыңға жол беріп, барлығына біртүрлі жағдай жасайды. Осыдан кейін көп ұзамай Ми Хи жерге күрт құлап талады. Сонгю мен Му Хен оған көмектесуге асығады. Ол есіне түскенде ерлі-зайыптылар кетіп қалады. Жолда Ми Хи күйеуіне сенеді. Ол ұстама кезінде ас үй раковинасының астында өлген қыздың елесін көргенін айтады. Үйге оралғанда Юн Шу раковинаның есігі өздігінен ашылатынын байқайды. Қызығушылыққа бой алдырған ол баяу жақындап, оны жауып тастайды. Содан кейін ол раковинаның астын тексеруге кіріседі, бірақ күдікті ештеңе таппайды. Ол білместен ұзын шашты қыз дастархан басында отырады. Біреудің қорқынышты қатысуын сезген Юн Шу бұрылып кетеді, бірақ қыз жоғалып кетеді. Дәл осы сәтте ол еденде шаш қыстырғышын байқайды. Абдырап қалған ол оны көтеру үшін еңкейеді, бірақ елес қолы кенеттен оның иығынан ұстап қорқады. Ол асығыс шегінеді, бірақ көп ұзамай дастархан басында қызбен бетпе-бет келеді. Кейінірек Му Хен жаңалық ашады. Сүйікті үй құсы Юн Шу өз торында өлтірілді. Бұл туралы білген Юн Шу ашуланып Су Еннің бөлмесіне кіреді. Онда ол оның суреттері жыртылып, беті әдейі тырналғанын анықтайды.
Бұл әрекеттерді қыздар жасайтынына сенімді болған ол Су Алиге физикалық шабуыл жасайды және оны шкафқа қамайды. Көп ұзамай Су Ми әпкесінің айқайын естіп, оны басқаруға асығады. Су Алидің шкафтан айқайлағанын естіген ол оны асығыс ашып, оны босатады. Содан кейін Су Ми оның айқайын бұрын естімеген үшін кешірім сұрайды және оны одан әрі зияннан қорғауға ант береді. Біраз уақыттан кейін олардың әкесі кіріп, Су Миден қайтып келгеннен бері біртүрлі әрекет етуінің себебі туралы сұрайды. Су Ми оған Шудың Су Енге жасаған қатыгездігі туралы айтады. Оқиғалардың күтпеген бұрылысында әкесі одан көңіл күйін тоқтатуын өтінеді және оған Су Алидің қайтыс болғанын хабарлайды. Алайда Су Ми мұны қабылдаудан бас тартады, өйткені ол өзінің әпкесінің қасында жылап жатқанын көреді. Келесі күні таңертең Шу қанды сөмкені үйдің айналасына сүйреп апарып, оны таяқпен ұра бастайды. Шу Су Миді оятады, содан кейін оны анықтау үшін төмен түседі. Едендегі қанды жолды көріп, ол әпкесі сөмкенің ішінде деп шешті. Ол оны ашуға тырысады, бірақ сәтсіз. Көп ұзамай оның өгей шешесі артына келіп, оған қайнаған су шашуға дайын. Осыдан кейін екеуінің арасындағы қатыгез жанжал туындайды. Оның барысында Су Ми басын есептегішке соғып, есінен танып қалады. Осыдан кейін Шу оны бақша мүсіншесін алмас бұрын, оны қонақ бөлмесіне сүйреп апарады. Су Ми есін жиған кезде, ол өгей шешесінің қасында тізесінде тұрғанын көреді. Шу Су Ми ешқашан өткендегі барлық ауыр естеліктерден арыла алмайды деп мәлімдейді, өйткені Су Али оның соңынан елес сияқты ереді. Содан кейін ол ауыр бақша мүсінін Су Мидің басына сындыруға ниетті. Бірақ бақытымызға орай, Мухен соңғы сәтте пайда болып, оны шегінуге мәжбүр етеді. Ол еденде жатқан жараланған Су Миді байқап, оны тез арада жатын бөлмесіне апарады. Содан кейін ол алғашқы көмек іздеп үйді аралай бастайды. Осының бәрінің ішінде ол өз үйіндегі тәртіпсіздікті байқап, оны біртүрлі сезінеді. Қысқа әңгімеден кейін Мухен бөлмеден шығады. Бірнеше секундтан кейін бөлменің есігі қайта ашылып, бөлмеге костюм киген адам кіреді. Камера бұл адамның Шудан басқа ешкім емес екенін көрсету үшін бұрылады, ал бұрын диванда отырған адам Су Ми. Сайып келгенде, Су Ми мен оның әкесі осы уақыт ішінде үйде жалғыз болғаны анықталды. Сахна артқа қарай жылжиды және бізге Су Ми бұрын сөмкені еденге сүйреп апарған адам екенін көрсетеді. Сөмкенің мазмұны шын мәнінде фарфор қуыршақ болды және ол құсты өлтірді. Әрі қарай ол әпкесінсіз үйіне оралды, өйткені Су Али баяғыда қайтыс болды. Ақырында біз Су Ми екі түрлі тұлғаға ие болған диссоциативті сәйкестік бұзылысынан зардап шеккенін білеміз. Ол өзі және өгей шешесін қабылдауы. Қандай да бір себептермен ол өгей шешесін қатты жек көреді. Осының бәрінен кейін әкесімен нағыз Шу Су Миді психиатриялық ауруханаға қайтарады. Шу сыртта күтіп тұрған мазасыз жүзді палатаны көреді. Су Миді тексергеннен кейін ол мүмкіндігінше жиі баруға уәде беріп, оны жұбатуға тырысады. Алайда Су Ми үнсіз қалады. Кешке қарай Шу Су Еннің ескі жатын бөлмесінен шыққан қадамдарды естігенде үйде жалғыз қалады. Ол түсіну үшін бөлмеге кіреді, бірақ перделердің артындағы қозғалыстан бірден дірілдейді. Ол перделерді итеруді жалғастырады, бірақ артқы жағындағы есік жабылып, жарық жыпылықтай бастайды. Шкафтың есігі өздігінен ашылған кезде кернеу артады. Жақындаған кезде ол қорқынышты көрініске тап болады. Елес фигура сыртқа шығып, сайып келгенде Шуды өлтіреді. Сонымен қатар ауруханада Су Мидің жүзіне күлімсіреу жарқырайды. Ол тыныштық тапқан сияқты. Содан кейін сахна бізді балалардың айықпас дертке шалдыққан анасы әлі тірі болған кезде алып жүреді. Сол кезеңде Мухен бұрын оларда үйде медбике болып жұмыс істеген Шумен қарым-қатынаста болды. Бұл сатқындық олардың туған анасын күйретіп, оны Су Алидің бөлмесіндегі шкафта ойға келмейтін нәрсені жасауға мәжбүр етті. Келесі күні таңертең Су Али анасының қозғалмайтын денесін тауып, оны дүрбелеңге салды. Ол жансыз денені шайқау арқылы оны сезінуге тырысты. Бірақ өкінішке орай, шкаф оның үстіне құлап түсті. Кішкентай қыз қашып кетуге тырысты, бірақ ауыр шкафты көтере алмады. Қатты шуды естіген өгей шешесі тексеруге келді, бірақ көмектесудің орнына тұншығып жатқан баланы жүрексіз тастап кетті. Алайда ол көп ұзамай шешімін өзгертіп кері бет алды. Оның жолының жартысы Су Мимен қиылысады. Ол Шуды отбасының істеріне араласқаны үшін сынға алды. Су Мидің сөзіне ашуланған өгей шешесі ашуын Су Енге шығарып, оны өлуге қалдырды. Ол сондай-ақ Су Миға бір күні өзінің іс-әрекетіне өкінетінін айтты. Осы дәлелден кейін Су Ми ашуланып, әпкесі мен анасының тағдырын білмей үйден кетеді. Бұл оқиға Су Миді жарақаттап, оны психиатриялық ауруханада қалдырды.